Сәлем достар, бүгін біз печеньеден жасалынатын өте дәмді әрі жеңіл, тез дайындалатын торт жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қажетті заттар: печенье, қант және сметана. Ал енді біздің бірінші жұмысымыз біздің сметанамызды қантпен бірге крем жасап алу, яғни қантқа араластырып мектепке аламыз. Сметанамызды салып аламыз. Мінекей біздің креміміз дайын болды. Енді ыдысымызға бір жаққа печеньеден жасалған тортымыз дайын болды. Енді оған бетін әсемдеу үшін біз басқа печеньеден үгітіп, оны бетіне әсемдейтін боламыз. Сонымен біздің пирогымыз дайын. Оны тоңазытқышқа кемі 3 немесе 4 сағатқа салып қоясыздар.